Үшбұрыш туралы есепті қарастырып көрейік. АБЦ үшбұрышы берілген. А бұрышы 67 градус, Б бұрышы 63 градус, АБ қабырғасы 10 сантиметр. АЦ қабырғасы нешеге тең бола алады? Және мына жақта бізде оның жауап нұсқалары көрсетілген. Қандай болуы мүмкін деген сияқты. Енді біз мына жерде үш бұрыштарын көріп тұрық қой. Бірі 67, бірі 63. Онда біз келесі үшіншісін таба аламыз. Себебі кез келген үш бұрыштың ішінде оның ішкі бұрыштарын қосындысы 180 градусты құрау керек. Мына жерге біз 67 мен мысалы 63-ті қосатын болсақ, бізде 130 градус шығады. Барлығы 180 болу керек. Онда 180-ден 130-ды азайтып тастаймыз да, біз С бұрышы 50 градус екенін табамыз. Мынау 50 градус. Біз оны таптық. Енді мынау АЦ қабырғасы неше сантиметр бола алады дейді. Ол үшін біз мынаны білу керекпіз. Кез келген үш бұрышта оның кіші бұрышы деген мынау 50 градус қой, ең қысқа қабырғасы жатады. Ендеше мынау 10 сантиметр ең қысқа қабырға. Ал ең үлкен бұрышына бізде 67 градус, оған ең ұзын қабырғасы жатады, қарсы. Мынау сонда ең қысқа қабырға болып тұр АБ, ал БЦ ең ұзын. Сонда ең қысқасы мынау АБ болатын болса, онда түсінікті АЦ АБ-дан ұзын. Неше сантиметр екен білмесен де, ол АБ-дан ұзын болып тұру. Мынау ең қысқасы ғой. Енді 10-нан үлкен болатын, мына жерде тек қана Е варианты келіп тұр. Өйткені қалғандары барлығы да 10-ға тең немесе 10-нан кіші. Ондай болу мүмкін емес. Сондықтан есептің шартын қанағаттандыратын Е нұсқасы ғана. Тағы да түсініктірек болу үшін мынандай бір мысал қарастырып көрейік. Айталық, бізге қандай да бір АБЦ үшбұрышы берілсін мынандай. АБЦ үшбұрышы. Осы үшбұрышта А бұрышы мысалы 80 градус болсын, мынау 60 градус болсын, Б бұрышы. И С бұрышы бізде 40 градус болсын. Барлығын қосқанда 180 шығып тұр, Енді бізге айтады, осы үшбұрыштың қабырғалары дейді 10 сантиметр, 4 сантиметр және 7 сантиметр. Бізге анықтау керек, қайсы мұнда 10, қайсы 4, қайсы 7. Енді қараймыз, ең үлкен қабырғасы ол БЦ болады. Неге десеңдер, өйткені ең үлкен бұрышы ол 80 градус, мынаның ішінде, ең үлкені 80 градус қой. Оған қарсы жатқаны БЦ. Ендеше БЦ ең ұзын қабырға болу керек. Ең ұзыны мына жерде 10. Сонда мынау 10 екенін түсінеміз. Ең кіші бұрышы ол 40 градус. Ендеше ең қысқасы 40 градусқа қарсы жату керек. Ол АБ қабырғасы. Ең қысқасы 4 сантиметр. Сонда енді Б бұрышына бізде жалғыз ғана вариант қалады. Ол 7 сантиметр. Сонда есімізде сақтап алу керекпіз. Ең үлкен бұрышқа ең ұзын қабырға қарсы жатады. Ең кіші бұрышқа ең қысқа қабырға қарсы жатады.